Ағымдағы жылдың 30 қараша күні Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты нөмірі 122 жалпы орта білім беретін мектебінде ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай взаимодействие учителя и ученика как фактор создания комфортных условий на уроках русского языка атты қалалық семинар өтті. Семинар мақсаты Шымкент қаласы мектептеріндегі оқу үрдісіне қолайлы жағдай жасау ретінде мұғалім мен оқушының өзара әрекетін талдау болып табылады. Семинарда алғашқы сөз кезегін алған ұлағат ассоциациясының төрайымы Утесинова Жанна Бисенина ұстаздар қауымына семинарда өтілетін іс-тәжірибелік сабақтардан өздеріне қажетті мол мағлұмат алуын және болашақта іс жүзінде қолдануларын жеткізді. Наша ассоциация была создана в 2020 году методическим центром управления образования при поддержке управления образования Тажиевой Жанаты Арыспековны и Меруерты Скарбековны Медитбековой. Наша ассоциация в течение года провела около 8 методических часов, 2 международных и республиканских конференций. На данный момент сегодня в 122-й школе проводится семинар-практикум для начинающих педагогов, для начинающих русоведов. Я думаю, что сегодня цель передать мастерство нашим молодым педагогам и показать, что мы можем делиться менторство в первую очередь среди педагогов. Сонымен қатар семинар барысында ұстаздар қауымына ұлағат ассоциациясының төрайымы Шынарова Әуескүл ханым баяндама оқыды. Жалпы қаладағы нөмірі 52, 131, 86, 132, 122, 9 және де 23 мектептерден келген білікті де білімді орыс тілі пәнінің мұғалімдері тәжірибе тарату барысында ашық сабақтар мен қойылымдар қойды. Семинар соңында ұлағат ассоциациясының төрайымы Утесинова Жанна Бисенина семинарда іс-тәжірибе таратқан ұстаздар мен іс-шараның жоғары деңгейде өтуіне атсалысып жүрген ұстаздарды білім басқармасының арнайы алғыс хатымен марапаттап сәттілік тіледі. Семинарды жалпы білім басқармасынан келген мамандар жоғары деңгейде деп бағалады. Ұстаздар да оқушылар да өз деңгейінде өздерінің білімдерін көрсете білді деп есептейміз. Енді жастарға келетін болсақ, жастар қазір өте жақсы дамуда, интернеттен, басқа да әлеуметтік желілерден көптеген мағлұматтар ала біледі. Соның барлығын өздеріне қажетті деңгейде пайдаланады деп ойлаймыз. Абай Сәдібекұлы, Ақжол Молдағали, арнайы абыройлы жаңалықтары.